Математика пәнінен бүгінгі өтетін тақырыбымыз жанама түрде тұжырымдалған есептерді шығару. Бүгінгі сабақта сен жанама түрде тұжырымдалған есептерді бірнеше артық, бірнеше кем, бірнеше есе артық, бірнеше есе кем талдауды және шығаруды үйренесің. Есепті шығар. Лагерьді мектеп алдық дайындық сыныбынан 27 бала демалды. Бұл оқушыларға қарағанда 3 есе кем. Лагерьде барлығы неше бала демалды? Қанекей балалар, осы есептің қысқаша шартына, шешуіне, жауабына назар аударайық. Бізде не белгілі? Мектеп алды сыныбында 27 бала. Бұл 3 есе кем. Мектеп алды сыныбындағы бала 3 есе кем оқушыларға қарағанда. Балалар, 3 есе кем деп тұр, бірақ бұл жанама есеп. Өйткені бұл жерде бұл деген сөз бар. Бұл 3 есе кем оқушыларға қарағанда. Сондықтан біз есе кем десе жанама есепте кері амалды пайдаланамыз, көбейтеміз. Ең алдымен біз оқушылар санын тауып аламыз. Ол үшін 27-ні 3-ке көбейтеміз. 27-ні 3-ке көбейткен кезде 81 болады. Сонда балалар бізде оқушылар лагерьде демалып жатқан 81. Ал мектеп алдық сыныбындағы бала 27. Енді барлық баланы табу үшін мектеп алды даярлық сыныбындағы 27 балаға оқушылар санын қосамыз. 81 шықты бізде, 81-ге 27-ні қосқанда 108 бала. Сонда жауабы лагерьде 108 бала демалды. Есепке қараймыз. Оқулығымыздың 55-ші бетіндегі номер 2-ші есептің асы. Бұл жерде сіздерге есептің қысқаша шарты берілген. Осы есепке енді мәтін есеп құрастырып көрейік. Әңгімелер жинағы 21 бала. Бұл 3 есе артық. Өлеңдер жинағы белгісіз бала. Барлығы қанша бала? Мәтін есепті бірге құрастырып көрейік балалар. Мінекей. Сыныптағы 21 бала әңгімелер жинағын оқыды. Бұл өлеңдер жинағына қарағанда 3 есе артық. Барлығы неше бала кітап оқыды? Балалар, мәтін есепті біз құрастырдық. Енді дәптерімізге осы номер 2-ші есептің асын шығарамыз. Дескрипторға назар аударамыз. Есептің берілуін жазамыз. Міне тұр сіздерде қысқаша шарты. Және де есептің шешуін жазамыз. Есептің жауабын жазамыз. Сәттілік тілейміз сіздерге балалар.